Абай Құнанбайұлының 180 жылдығы Қарағандыда ерекше мерекеленді. Бұл халық үшін зор рухани маңызы бар айтулы оқиға болды. Мерейтой аясында Абайдың бай мұрасын насихаттап, жастарға оның шығармашылығын танытуға бағытталған түрлі шаралар ұйымдастырылды. Атаулы күнде қала көшелерінде аралаған көшпелі керуен әр аулаға аялдап, шағын концерттер өткізді. Құлаққа жағымды әндермен жүрекке жеткен жырлар ұлы ақынның рухани мұрасын кеңінен дәріптеп, тұрғындарға көтеріңкі көңіл күй сыйлады. 10 тамыз Абай күні. Ұлы ақынның туған күні 2020 жылдан бері ресми мереке ретінде аталып келеді. Биылғы 180 жылдыққа орай ұйымдастырылған Абай дара, Абай дана көшпелі керуен концерті қаланың әр түкпірін думанға бөлеп, ұлы ойшылдың сөзінде, сазында халыққа жақындатты. Адамзаттың бір туар алыбы хакім Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына арналған Абай дара, Абай дана атты көшпелі ән керуенінің бүгін Қарағанды қаласының орталық көшелерінде локацияларында концерттік бағдарламамен барша қарағандылықтарды 180 жылдық мерейтоймен құттықтап жүрміз. Ұлы Абайдың толық адам ілімі бүгінгі ұрпаққа да бағыт бағдар. Мейірім мен білімге үндеген осы идея биылғы мерейтойда ерекше форматта насихатталды. Көшпелі керуен аясында ұйымдастырушылар балаларға ұлы ақынның өмірі мен шығармашылығына қатысты сұрақтар қойды. Бүлдіршіндер Абай жайлы білімдерін белсене ортаға салып, дұрыс жауап бергендері арнайы сыйлыққа ие болды. Қолдарына тиген марапат ақынның қара сөздері кітабы. Абайдың 180 жыл құтты болсын. Бұл сіздер жатқан шараларың өте жақсы. Кейінгі жастар бізде сонда Абайлар көбейе берсін. Кіші ұрпақтар өсіп өне берсін. Я впервые на таком мероприятии. Шынымды айтсам, дәл ауламызда осындай мерекенің өткенін бірінші рет көріп тұрмын. Әсіресе артистердің Абай әндерін орындауы жүректі ерекше толқытады. Өйткені Абайдың шығармашылығы біздің тарихымыз, рухани мұрамыз. Қуантатыны көрермен баланың көп болуы. Олар осының бәрін көріп, тыңдап, ойға тоқыды. Бұл туған мәдениетке, ұлы тұлғаларға деген құрметтің үлкен үлгісі. Енді осындай іс-шаралар жиі өтіп тұрса екен деген тілек бар. Әнмен де, жырмен де, ақынның ғибратты сөздерімен де көмкерілген кештің әсері әр жүрекке жетті. Ал сахна төрінде өнер көрсеткендер үшін бұл қазақ руханиятының темір қазығына, ұлы тұлғаға деген құрметтің бір белгісі. Осы орайда кештің көркін келтірген қатысушы өз толғанысын жеткізді. Бүгін міне хакім Абайдың 180 жылдығына орай Қарағанды қаламызда Сарыарқа өңірінде көшпелі керуен ұжымы жүріп жүр. Осында безенделген арнайы автобуспен Абайдың 180 жылдығын осындай қала орталықтарында, қаланың ойын алаңдарында өткізіп жатыр. Себебі халықпен тығыз байланыс жүргізіп, балаларға, қазіргі жастарға өзіміздің құнды атамыз хакім Абайды жақын таныстыру. Оның ең басты міндеті осылай. 180 жылдық құтты болсын. 180 жыл өтсе де Абайдың үні өшкен жоқ, керісінше әр буынмен бірге жаңғырып келеді. Абай дана, Абай дара көшпелі керуені соның айғағы іспетті. Әнде, жырда, дана сөзде халықты бір арнаға тоғыстырды. Бұл ұлы мұраның өміршеңдігін дәлелдеген, жүректерді жақындатқан мереке. Диана Саятқызы, Болат Аймағамбетов, Равиль Валеев, 5 арна.